пайғамбарымыз алейхиссалам балаларын ұрмайтын. Бұл жайында жұбайы Айша анамыз былай дейді: Алла елшісі ешкімді ешқашан қолмен ұрған емес, не әйелді ұрған емес, не қызметшіні ұрған емес. Ол балаларын махаббатпен, даналықпен тәрбиеледі. Балаларына мейірімін төгіп, оларға деген сүйіспеншілігін жасырмайтын. Бір кезінде пайғамбарымыз Ау Әкраби ибн Хабисат Намими есімді бір кісімен отырғанда немересі Хасанды сүйеді. Сонда қасында Әл-Әкраб: менің 10 балам бар, бірде біреуін сүйген емеспін дейді. Пайғамбарымыз оған қарайды: кім мейірім көрсетпесе, мейірім көрмейді деп айтады. Тағы бір хадисте Айша анамыз былай деп әңгімелейді: бір топ бәдеу арабтары Алла елшісіне келіп, сендер сәбилеріңді сүйесіңдер ме деп сұрады. Пайғамбарымыз иә деп жауап береді. Олар: бірақ біз уаллахи сүймейміз деді. Сонда Алла елшісі оларға: Алла сенің жүрегіңнен мейірімділікті алып қойған болса, мен не істей аламын деп айтты. Деректерге қарағанда, Алла елшісі мешітте хутба оқып тұрған сәтінде екі кішкене немересі Хасан мен Хусейн келеді. Үстеріндегі қызыл көйлекке шалынып жүріп келе жатады. Ол екеуін көре салысымен ардақты пайғамбарымыз мінберден түседі. Екеуін көтеріп алып алдына отырғызып алады. Сосын былай дейді: Алла және оның елшісі рас айтты. Шындығында мал-мүліктерің мен балаларың сендерге сынақ. Мен аяқтары көйлектеріне шалынып келе жатқан мына екі сәбиді көрісіме шыдай алмай, сөзімді бөліп ол екеуін көтеріп алдым дейді. Өз балаларымызға мейірім төкпей, ешбір дұға тілектеріміз бен жақсы амалдарымыз қабыл болмайды деген екен.